Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Құран-ы кәрімнен үзінді оқиық. Сауабы сіздер мен біздерге болсын. Мұхаммед алейхиссалам сол уақытта пайғамбарлардан уәде алған едік. Сенен, Нұх, Ибраим, Мұса және Мәрия ұлы Ғиса алейхиссаламдардан. Солардан берік уәде алған едік. Алла шыншылдардың шындығынан сұрау үшін еді. Кәпірлерге қинаушы азап әзірледі. Әй мүміндер, Алланың сендерге болған нығметін еске алыңдар. Сендерге ләшкерлер келген еді. Сонда оларға боран және сендер көрмеген ләшкерлер жіберген едік. Алла не істегендеріңді толық көруші. Хижреттің 5-ші жылы көптеген рулардан құралған 12 000 кісілік қалың қол Мединеге шабуыл жасайды. Мұхаммед алейхиссалам 3000 кісімен ор қазып қорғаныс соғысын жасайды. Бір айға жақын болған соғыста мұсылмандар тым күйзелгендіктен құдіретше қатты боран шығып, жау абыржып қашады. Сол уақытта олар сендердің жоғарғы жақтарыңнан да, төменгі жақтарыңнан да келген еді. Көздерің алайып, жүректерің ауызға келген еді. Сондай-ақ Аллаға байланысты әрі түрлері ойлар ойлаған еді. Міне сол арада мүміндер сыналып қатты теңселген еді. Сол уақытта мұнафықтар мен жүректерінде дерті болғандар бізге Алла да, елшісі де алдап қана уәде берген екен деді. Сол уақытта олардан бір бөлімі: әй мединеліктер, енді сендерге тұруға болмайды, дереу қайтыңдар десе, олардың тағы бір бөлімі пайғамбардан үйлеріміз енеді деп рұқсат сұрайды. Негізінде олар үйлері ен емес, олар қашуды ғана ойлайды. Егер оларға әр тараптан кіріліп, сосын өздерінен пітіне талап етілсе, әрине кешіктірмей-ақ белсене кірісер еді. Негізінде бұрыннан қайта қашпауға Аллаға уәде берген, Аллаға берген уәдесіне жауапкер. Сау саламатта болыңыздар. Сауабы сіздер мен біздерге болсын. Ахзаб сүресі 419 бет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбіт заман болсын.